Төкен байдың атқосшылары жаңа құдықты жабыла мақтады. Құды осы құдықты сол қазып шығарғандай ауыздары жалпылдап барлық қошамет қолпашты Төкенге айтып жатыр. Көңілі өскен бай ертесіне Дәржанның алдына құдық ақы малын салып берді. Сол күні түс қайта құдықшылар қосын екі түйеге артып ауылдарына, бала-шағаларына қайтты. Еңсеп шұңқыр ойдың ортасында қалып бара жатқан кешеден бері Төкен қаздырған, атанған жаңа құдыққа қия алмай көп қарады. Ол Дәржан ағасының қасында 3 жыл жүрді. Еңсеп өзі алғаш рет құдықты Бөкенбайға қазды. Қараш ауылына жиендігі бар жас мырза әкесіне ас бермекші екен. Атақты байдың асын бұрыннан белгілі суаттардың қасында бермей, тусырап жатқан соны жерде өткізіп, сол маңайды пәленшекеңнің асы өткен жер атандырмақ ойы бар боп шықты. Соған әдейі құдық қаздырмақ боп, нағашыларына қонаққа келді. Қараштың үлкенді кішісі жиылып, кәсібін енді бастайтын бала еді. Сіздің тұқымдай ырзықты болар ма екен, бұл құдықты Еңсеп жанға қаздырсақ қайтеді, деп қолқа салды. Бөкенбай әкесіне асты әрі тұяқ тимеген соны, әрі ат шаптыруға лайық жазық, әрі тұжы су шығатын топырағы асыл жерде өткізбекші. Бұл шаруаға Қараш әулетінің ақсақал қара сақалы түгел жұмылды. Ірге бағып қалған құр сүлдер шалдар да орындарынан тұрып атақты байдың асы өтуге лайық жер қарады. Дәржанның үйі күні-түні мәжіліс. Ақыры бәрі өңшең тұжы су шығатын, қырық астау, атанған ордалы құдықтың үстімен өтетін тайпақ қолаттың күнбатыс құйрығын қолай көрді. Ордалы құдықтан екі көштік жер. Жылмиған жазық кенет сәл еңіс тартады да, қайтадан тақтайдай тегіс боп қайқайып кетеді. Сырт көзге қапелімде байқалар байқалмас ойпаң жүргенің бойын Қараштың бас көтергендері 5 күн бойы армансыз шарлап шықты. Ана жерге барып та, мына жерге барып та топырағын қарайды, шөптің тамырын қазады, иісін иіскейді. Ең соңында Бөкенбайдың үйір-үйір жылқысын алдырып, біресе текіректетіп айдап өтіп, біресе шаптырып көрді. Қалың жылқы тасыр-тұсыр шаба жөнелгенде, ақсақал шалдар жата-жата қалып, жерге құлақтарын тосып, тың-тыңдайды, кеуек жоқ. Кеуек болса дүсірге жаңғырығып, дүңкілдеп кетер еді. Сазы алыс білем, тұяқтың үні тұншығып шығады екен. Қырық астау мен екі ортада не сор, не кебір жоқ, қара жом. Шөбіне қарасайшы, шілденің ортасында да балауса татиды. Астында сор болса, ендігі тамыры күйіп кетер еді ғой. Еңсеп ақсақалдардың кеу-кеу әңгімесін еліге тыңдағанмен, көбіне ештеңе түсіне қойған жоқ. Үлкендер кеңесе кеп ақыры ала бөтен ұйлығып өскен қалың жантақтың арасына қазық қақты. Бөкенбай қазықтың үстіне үй тікті. Қасына тағы да бір екі қараша үй қондырды. Сосын екі ауылдың шалдары қазықты шырқ айнала тізіліп отырып, Құран оқып, Бөкенбай мен Еңсепке баталарын берді. Қоңыр марқаның басын мүжіген соң, ақсақалдар ауыл-ауылына тарады. Қасында 4-5 жігіт қолғабысшымен Еңсептің өзі қалды. Ауық-ауық Дәржан соғып, хал жағдайды сұрап, ақыл айтып кетеді. Еңсеп 5 қанат бос үйдің қақ ортасында қазық тұрған жерден құдық қаза бастады. Қашан төбесінен күн түспейтін тереңдікке жеткенше, киіз үй тігулі тұрды. Бай ауыл ет пен қымызға кенде қылған жоқ. Барынша сақи атануға тырысатын Бөкеннің өзі де ат құрғатқан емес, Қараштың ақсақалдары біраздан соң қайтадан келгіштеуді көбейтті. Құдық түбінен шығып жатқан топырақты алақандарына жазып қарайды. Келген сайын бай ауылдың бал қымызын сіміріп ішіп, бастарын изеп, бағыт жақсы деп кетеді. Дәл 3 айда, күзем жүненді қырқылып біткенде Еңсеп құдықты қазып бітірді. Төбіне жақындағанда туырлық көк саз көбейіп кетіп бір қорқытып еді. Біраздан соң қалың саз таусылып, қайтадан қайыр шықты. Қайыр қиыршықты қайта-қайта ерніне тигізіп көреді, тұзы сияқты. Әлі де қаза түсті. Сусыма қиыршық қалыңдап кетіп, құлап тұрмай ма деп күдік алып еді. Шықылдаған қатты тасқа айналды. Көк тасты қырнап ойып келе жатқанды, бір күні оң жақ шынтағының тұсы мұздап қоя берді. Жалма-жан сүйменді тастай беріп, сипалап көрді, әлгі жер бір түрлі тершіп тұр. Су жақын. Осы маңайдан тесіп шығуы мүмкін.
Ол құдықтың сыз қабырғаларын шыр айнала сипап шықты. Дымқылдың қай жерде мол екенінен судың ұлы жобасын білді. Су атып кетеді-ау деген күдігі аз қабырғаны бойлап қаза түспекші. Көзді сосын барып ашады. Сонда су құдықтың түбіне мол жиналады. Жоғарыдан түскен тас, кесек көзді бітеп тастай алмайды. Еңсеп әлі де бір құлаштай қазып еді, тағы да бір тұстан су тамшылады. Екі иығына, омырауына мұп-мұздай қорғасын тамшылары тамып-тамып кетеді. Еңсеп судың жобасы білінген тұстың тасын көп қозғамай, қашқақтап, тереңдеп қаза берді. Кенет сүймен жап-жазық тақтай тасқа тиіп, шақ-шақ ете қалды. Жан-жақтан жаңбыр себелегендей тамшы көбейді. Еңсеп бұдан әрі тереңдей берсе, судың астында қалар түрі бар. Осы жер судың көзі-ау деп жобалаған жерлердің тасын қозғап, шұқып-шұқып көрді. Бір жерден манадан бері жолындағы қара тасты тесіп өте алмай, жақпар-жақпардан тырс-тырс тұрған мұздай сусау ете түсті. Бір көз табылды. Ол енді екінші шынтағын мұздатып тұрған тұсты аршып еді, ол жерден де су тесіп шықты. Екі көзден аққан су құдықтың табанындағы тақтай тасқа шалп-шалп құйылып жатыр. Сол бір шалп-шалп дыбыс, бұл қашан құдықтың аузына жеткенше құлағынан кеткен жоқ. Жүрегінің дүрсілі де сол дыбыспен бірге шығып тұрғандай. Мынау меңіреу қара жердің қойнында қамалып тұрған жерінен бұл босатып жіберген мұндаған тамшы, тұңғиық түбіне жамыраса ағып, жарыса құйылуда. Тақтай тасты дүсірлете жөнелген қос түтек ағын жеті қат жер астынан тіршілік дабылын қағып жатқандай. Асқа 6 күн қалды дегенде жаңа құдық шегенделіп бітті. Ойдағы қырдағыны тегіс тірліктірген ас өтті. Көптен бері құдықшының құрымқосынан көп алысқа ұзап шықпаған Еңсеп те бір желпініп қалды. Адам пақыр талай нәрсеге үйреніскенмен, тап қара жердің астына үйренсе алмақшы емес. Ол азды көпті зейнетінің қасында, ел жұртының ортасында Құдайдың жарық күнін көріп, жұпар ауасын жұтып жүргенде қай-қайдағыны ойлап уайымға батады. Сондай кем тағат, кем қанағат жанды жарық дүниеге жаратылған жұмыр басты пенденің қай-қайсысы да. Аяғының астынан шайынша шағып жатқансыз топырақта жеті қат жердің астына меңіреу тұңғиыққа күн сайын тірілей түсіріп қойған соң не жорық. Құдықшының жалғыз серігі үрей. Оны жан-жағынан анталап тұрғансыз қабырғалар да төбеде жылтырап, екі көзін төрт қылып, өзіне телміртіп қойған болмашы саңлау да аяғының астынан шаянша шағып жатқан сыз топырақта қорқытады. Осынша азаптанып қазғанда жөнді су шықса жақсы, ал судың кіндігі бір көш бұру қалуы да мүмкін ғой. Шықса да, ащы боп шыға ма, тұжы боп шыға ма? Құдықшы сан-сапат жер шұқып, сан рет су шығарса да, өмір бойы әлденеге сезіктенумен, өзіне өзі сенбеумен өтеді. Қаз бас бұрын әбден тәптештеп, тап осы араның күмәні жоқ деп қазық шаншығанмен, жер астына кісі бойы түсу ақ мұң, қалың күдік қайтадан қамап алады. Енді сол күдігі жер астына бір елі тереңдеген сайын өсе береді. Екі шұқып, бір қараған мимырт жұмыс қандай жүйкені де жүнжітіп, қандай жүректі де қаралай күпті қылып бітетін болса керек. Маңынан тірі жанның не көзін көрмей, не сөзін естімей, бір өзі тырбаңдай беретін жалғыздық пен ештеңені анық көре алмай пұшайман болатын су қараңғылық жігерін ұстара мен қырнағандай күн санап титықтата түсетін түрі бар. Құдықшы неғұрлым көпті көріп, жер ортасына жақындаған сайын солғұрлым күдікшіл, неғұрлым құдықтың түбіне жақындаған сайын солғұрлым үрейшіл болыңқырайтын секілді. Ал енді су әне шығады, міне шығады дейтін күндері ол тұңғыш рет толғақ қысқан анадай, бұдан бір ай бұрын, бір апта бұрын, тіпті күні кеше қуанғанын атымен ұмытып, өмір бойы өлім аузында жүрген кісідей үңсірі қалмай қорқыныш құшағына бір жола беріледі. Бір жыл ғана бұрын көкірегі алып ұшып, не бір тәтті қиялдарға бөктірген қуанышы енді кеп табан астынан құрдымға құлататындай шошына уайымдайды. Баяғы тәтті арманның бәрін ерсі көріп, өзін есірік санайды. Ау баста осынша қауіп-қатердің барын көрмеген білмеген желбуаздығына өлердей ызаланады. Тек осы жолы ісі оңға басып, ойлағанындай болып шықса, ендігәрі мұндай істің маңынан жүрмеуге іштей ант су ішеді. Еңсеп те өзі қайлалап тескен тас құрсаудың ортасына түскен сайын иманын үйіріп түсіп, жарық дүниеге әр шыққан сайын тәуба айтып шығатынды.
Бірақ құдықты қазып бітіргенде өн бойындағы күш қуаты түгел сарқылғандай боп, жер астына енді беттеместей тауы шағылып шықса да, арада 5-6 ай өтер-өтпесте тағы да құрым күрке тігіп, тағы да жер шұқып жатады. Күні кеше жігерін құм қылған қараңғы шұңқырға қайтадан жетелеп алып келген әзәзіл күштің аты не екенін ол кезде Еңсептің өзі де білмейтін. Келе түсінді. Бірін-бірі жақсы мен жаманға бөліп, жағаластырып қойған мына дүниеде бөтеннің аузынан шыққан жылы сөз, қошамет қолпаш әлі арыны қайта қоймаған арғымақ атқа қатты тебінген үзеңгімен бірдей екен. Ал ол кезде адам пақырды тауға ұрып, тасқа соқтыратын аяр алданыштың әлі арыны мұқалмаған арғымақ кезі еді. Қошамет қолпаш атты аяр Еңсепті қара жердің астына талай рет тіріле түсірді. Ол әуелі құдық қазылып біткенде естіген ел жұрт түгел қуанады екен деп ойлайтынды. Бірте-бірте ол ойының қате екеніне көзі жетті. Әр шыңырау біткен сайын алдына мал түссе, артына сөз ретінде шығарды. Құдық біткен күні жанына кеп, апырай, мына байда иман жоқ екен, 70 құлаш шыңырауға бар болғаны 70 тоқты айдатыптық-ау, деп сыбырлап қалатындар араға айлар салып өзі келеді. Еңсеп жан, біз анау пәленше бай емеспіз. Ақыңды жемейміз. Ернектің үстінен шыңырау қазып берсең, 100 тоқтыны алдыңа саламыз, деп қол қалайды. Еңсеп енді кез келген қолқашыға қол ете қалуды қойды. Алдына келген кісінің шапанына, ер-тұрманына, дәулетіне қарайтынды шығарды. Көп ұзамай Дәржан ағасы, шақырлаған ақтауды тесіп су шығара беруге тайыз ойдағы елге барам, деп үстіртті тастап көшіп кетті. Сол жақта 5 жылдай ауыз суға құдық қазып жүрді де, ақырында бір құмның етегінде құдық қазып жатқанда, жұмсақ топырақ үстіне жапырылып құлап дүние салды. Еңсеп шың үстінде шыңырау қазып қала берді. Әр құдық біткен сайын құдық ақы малдың саны өсе түсті. Бірақ оның есесіне қолқашының саны біртіндеп азайып барады. Дәулеті асқандар ғана атын шығару үшін Еңсепке ат шаптырады. Үйінің іргесі саябыр тартты. Бір өкпелеп аттанғандар енді көрместей боп түңіліп кетті. Барып басқа құдықшы іздеді. Дәл сол шамада Хорезмнен Қалпақ деген біреу көшіп келді. Әуелі Қалпақ ер шабады, жона тігеді деуші еді. Енді құдық қазады деген атағы шықты. Еңсепке қолқасы жүрмегендер соған үймеледі. Кейбіреулері қыр көрсеткендей, тұп-тура бұның аулының көк желкесіне жете беріп, бір сәскелік бұру отыратын Қалпақтың аулына қарай тізгін түсейді. Бастапқы кезде Еңсеп ондай қоқанлықыға миығынан күлді. Біраздан соң аулының үстінен аттап өткендер шамына тие бастады. Түрулі іргеден Қалпақтың аулына қанша атты өткенін санап, олардың қай-қай ауылдың адамдары екендерін аңдитынды шығарды. Аталы-аталы үлкен ауылдардан әзір олай қарай ат ізі түсе қойған жоқ. Еңсепке келген қолқашылар да әңгіме арасында әдейі Қалпақтың атын қыстырып қалатын болды. Ол ондайға мән бермеген қалып байқатты. Кейінірек, Хорезм жақтың жері біздей ақар-шақар шың көк ала тас емес, саздауыт келеді. Саз ойып қалған адам таяз, таңқы құдықтар болмаса, тас қашап, шыңырау қазуға көндіге алар дейсің бе? Деп апшымаған нығыз рай танытты. Сөйтіп жүргенде, Еңсептің алдынан сағы сынып қайтқан Сағынай бай Қалпаққа үстірттің үстіне көш шығаратын ақ жолдың тап ұшар басынан құдық қаздырды. Ел ішінде Сағынай үйіне қонақ барғанда, қазанға ас саларда, сыртта ойнап жүрген немерелерінің біреуін шақырып алып, әй, құлыным-ай, күні бойы тыным көрмей шапқылайсың да жүресің. Мұна қарашы, сүйек-сүйегіңнің бәрі ырсиып кетіпті. Қабырғаңды қолмен санағандай. Кәні, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Ту. Омыртқаң одан да жаман. Біреу, екеу, үшеу. Сидиған қарыңа қарап, жұрт сені шыр жұқпаған үйдің баласы екен дейді ғой. Тұр. Ойбай-ау, жауырыныңа шодырайып шығып келе жатқан мынау не жара, десе, кемпірі қазанға жауырын, қары жілік, 5 тал қабырға, 3 тал омыртқа салады екен дейтін әңгіме барды. Сол сақалын қазанға малып,
асты өзі санап салатын сағынай сараң еңсепке тісін қатты басса керек. Жұрт ол қалпаққа ернектегі шыңырауды қазған ақысына түйеге бастатып 150 тұяқ атапты деп соғады. Бір күні, ойбай, әлгі қалпақ қазып жатқан шыңырау үстірттің үстіндегі ең терең шыңырау болатын түрі бар. Қазірдің өзінде 100 қадамнан асыпты, деген хабар дөңк ете қалды. Содан бұлай ауыл-ауылдың арасына қатысқан бірен-саран адамның хабары сол қалпақ қазып жатқан құдықтың төңірегінен шыр айналып шықпай қойды. Күн өткен сайын дабырық ұлғая түсті. Бүгін 120 қадам болыпты, десе, ертеңіне 130 қадамға жетіпті, деп шығады. Қойшы-қолаңның әңгімесін былай қойғанда, инабатты ақсақалдардың өзі қалпақ қазып жатқан шыңыраудың жайын айтып, қызыл кеңірдек бола бастады. Біреулер, қалпақтың бабасы әулие кісі болған екен. Содан киелі темір қазық қалыпты. Сол қазықпен жер барласа, су шығатын жерге келгенде алақаны тартып белгі береді екен. Қалпақ судың көзін солай табады екен, деп дақпыртты. Күнгі әңгіме өрши берді. Бір-екі кісі, өз көзімізбен барып көрдік, шыңырау 140 құлаштан асыпты, деп келді. Енді жұрт жан-жақтан қалпақ қазып жатқан құдықты іздеп барып көре бастады. Тіпті еңсептің қоңсылары да ерінбей жалықпай ат сабылтып барып қайтты. Әзірге қылп етпеген жаңғыз еңсеп. Бұрын қалпақтың жайын айтуға жұрт бұдан қысылатын болса, енді жұрттан бұл қысылатын болды. Үйдің көлеңке бетінде қалпақтың құдығын айтып гөлдескен жұрт, еңсеп қайтер екен деп әдейі айтып отырғандай боп көрініп те кетеді. Сыртынан сынап отыратын мүнші көздерден еңсеп қатты қаймықты. Бір күні не де болса, барып өз көзімен көріп қайтуға бекініп атына мінді. Қалпақ орақ мұрын, шегір көз сары кісі екен. Жасы жер ортасына таяған адам болса да, еңсепті көргенде қалбалақтап қалды. Жалмажан таңдайының астындағы насыбайын тілінің ұшымен жерге бір-ақ ытқытып, сиректеу жедіп біткен жерен мұртын жеңімен сүртіп, ауыл-аймақтың амандығын сұрай бастады. Егінде тұқыл жоқ, көк жарғақ көсе. Маңдайы мен желкесінің арасы қарысқа жетпейтін қалақ басын әуелде не қара, не көк болғаны белгісіз күлгін орамалмен таңыпты да, бір ұшын құлағын бастыра салбыратып қойыпты. Әншейінде көзі кісінің жүзіне көп тоқтамайтын еңсеп қалпақтың тұла бойынан түк қалдырмай түгел тінтіп шықты. Қалпақ әйкелге түсірген тығырық тастың үстінде отыр. Құдықтың ішінен жаңар шықса керек. Тізесінен асыра қайырып қойған балағы су-су. Қара ала шекпенді жалаңаш еніне жамылыпты. Не тоңып отырғаны, не күліп отырғаны белгісіз, сирек сарғыш шоқша тістері ақсиып тұр. Қалпақтың сауалдарына сыпайы жауап қайтарған еңсеп енді өзі жай сұрай бастады. Малжанның амандығына қалпақтай қадала тоқталмай, шыңыраудың жай жапсарына көбірек шұқшиды. Құбыла беттегі ақсиып жатқан шығыр тартқан түйенің жалғыз аяқ соқпағына қарап, көзімен мөлшерлеп, үнсіз тұрып қалды. Жұрттың айтып жүргені рас екен. 150 қадамға жетіп қалған түрі бар. Манадан бергі сыпайы өңі күрт түтігіп кетті. Өз-өзінен жырыла қалған маңдайын күшпен жазып, ерні әзер қиысып, оң болсын, деді. Айтқаның келсін, деді қалпақ. Еңсептің құлағына оның даусы оқыс саңқ ете қалғандай ерсі естілді. Жалт қарады да, қатулы жүзін жадыратқысы кеп, езуін жиырып, судың қашан шығатын сыңайы бар, деп сұрады. Ертеңдері шығып қалар, еңсеп атына беттеді. Қалпақ дәмге шақырып еді, аузына алдымен оралған бір сылтауды айтып, аяғын үзеңгіге салды. Қалпақ қолтығынан демеді. Ол атына мініп, қалпақтың жүзіне бір бұрылып қарап, қоштасты да жүріп кетті. Оған қалпақ соңынан мүсіркей қарап тұрғандай боп көрінді. Әлгі бір қолтығынан демегені де аяушылық жасағаны сияқты. Соны ойлағанда, біреу қолтығының астынан шымшып алғандай тұла бойы түршігіп сала берді. Атының сауырына қамшысының қалай барып қалғанын да байқаған жоқ, шоқыта жөнелді. Бұл шыңырау, шынында да, үстірттің үстіндегі ең терең құдық болғалы тұр екен. Оны жұрт қазірдің өзінде қалпақ қазған атап кетті. Еңсеп қалпақ қазғаннан еңсесі түсіп қайтты.
Айна тазала қырдан талай су шығарған Дәржан ағасы, пәленше қаздырған, түгенше қаздырған, деп талай байдың атын шығарды да, өзі ақыры апанның астында қалып өлді. Атан түйені алып ұрардай қайратынан ат жалынан тартып мінгелі өлгенше тырбынып өткен еңбегінен, кенезесі кепкен талайды суға қандырып алған алғысынан не көрді? Қара дөңнің басындағы қалың қауынның шет жағасындағы қызыл төмпек көнереді, қасына басқа төмпектер қосылады. Сосын жел типылдап, қазып тастаған көне шұңқырдың астында кім жатқанын кім біледі? Сонда Дәржан өмір бақи қара жерді үңгіп өткенде не көрді? Иттің итақайы ішік киіп жатқан аз күндік азық пен үстегі ұлпа ма? Өзгенің табан астында тасы өрге домалаған тосын бағы еңсепке өткінші өмірдің ұйытқыма опасыздығын ұқтырды. Енді іргесі тіпті босап қалды. Бұрынғы күдер үздіріп барып бір соғатын сирек қолқашы тамтымдап бір жола құрыды. Алыста атты біреу қарауытса, өзіне келе жатыр деп ойлап қалған еңсеп әлі де көкжиектен қарайған көрінсе, қашан ауылға жеткенше қырық тыпыршып тағаты таусылады. Бірақ біраздан бері бұл ауылға соғатын азын-аулақ қара құрам өңшең бір мал жоғалтып жүргендер боп шығады. Еңсептің құдық қазып жиып алған азғантай дәулетінің жыл өткен сайын етек жеңі дөңгеленіп барады. Ол енді әлденесі ұмыт қалғандай қараптан қарап отырып көңілі құлазып, бойы сергімей-ақ қойды. Үйреншікті әдетімен сары ала таңнан тұрады, әйелін асықтырып, шай қайнаттырады. Оны апыл-қыпыл ішеді. Сосын бір кіріп, бір шығып күйбеңдеп жүреді де, төр алдына сылқ шөгіп тоқырап отырып қалады. Бұрынсыз құдықтың ішінде жер шұқып отырғанда күнді ұзақ көруші еді. Енді жердің бетінде, жарық дүниеде, салқын ірге, салулы төсекте ұзақ күнді кеш қыла алмай, тағаты таусылады. Ақыры сабыры сарқылды. Атына мінді. Қырдың үстінде қара құйрық, киік жайлайтын көлдеу ойларға, олардың суатқа баратын жындарына, арқары бар сай-салаға қақпан құрып, аңшылықты ермек етіп көріп еді. Одан да пәтуа табылмады. Айдалада келе жатып аң барлаудың орнына жер барлайды. Қырқа-қырқаның, жүргенің қалай тоғысқанын қадағалайды. Шөптің бітісіне зер салады. Алымы жоқ, берімі жоқ атынан түсе қалып, қамшысының сабымен топырақ қазып, алақанына жазып көреді. Арқар қарап, қия-қия шатқалдарға тап болса, ара салуға, тасмалға оңтайлы тасы бар жер шолады. Аң ұстап қарық қылып жатқаны шамалы. Әйтеуір, қатын баланың кірген шыққанын аңдып жатқаннан жақсы ғой деп лағып қайтады. Жапан түзде өзі құсап аң қуалағандар ұшырасса, төңіректің хабар ұшарын сұрайды. Сағынай рулы елі боп, қалпақты қолдарынан шығармауға бекініпті. Ол, қалпақ қазғанның тұсынан ешкімді өткізбеймін, суатымды сарқып, өрсімді тоздырасың деп көшке ұрынатынды шығарыпты. Байсал байдың екі қойшысын құдығымнан неге мал суарасың деп астауға таңып қойып сабапты. Содан бері екі бай ит пен мысықтай көрінеді. Бір күні еңеп қақпан қарап қайтып келе жатып, іргесінде байлаулы тұрған бөтен атты көрді. Қапелімде өз көзіне өзі сенбеді. Бұл кім болды екен деп ентелей басты. Ауылға жақындаған сайын жүрегі ойнақшып, өне бойын әлсіздік меңдеп барады. Бөтен аттың ер-тұрманына қарағанда үйіне бір күйлі адам келіп түскен сыңайы бар. Атын тұсап жатып, түрулі іргеден Байсал байдың майлы желкесін көрді. Ай қасқа маңдай, шоқша сақал Байсал есіктен кірген еңсепке жадырай амандасты. Келген шаруасына бірден кіріспей, ауыл-аймақтың хабарын айтып, әңгімемен отырды. Көптен қонақ көрмей құр болып қалған еңсеп тоқты сойғызып, құрақ ұшып жүр. Аттанарында Байсал, еңсеп, мені әне бір қырға дейін шығарып салмайсың ба, деді. Болсын. Ауылдан былайырақ ұзай бере бай сөз бастады. Еңсеп, естіп жатқан шығарсың. Анау Сағынай ата-бабамыз ежелден ұрыспай қағыспай жылма-жыл шығып түсіп жүрген ақ жолды бір өзі иемденіп, өткен кеткенмен ырылдасып қырып барады. Сонымен басқалар ақ шайнассын. Сасық күзендей шақылдаған немемен байланыса беріп, не пәтуа табамын. Осы өкпе тұстағы жалғыз аяқ ат жолдан көш шығарып, көш құлатпақпын. Бүгін содан шығып едім, жолының шаппа өрлігі болмаса,
тап онша шаңырақ қағатындай тар емес сияқты. Үсті тұйық кешті емес, оты да бар. Тек бір кемісі ернек асқасын 2 түнемелікте ғана су бар да, одан кейін шөл екен. Мен тағы да күн аралатып суаратындай жерден құдық қаздырам ба деп едім. Байсал әңгімесін кенет тыйып, еңсептің бет жүзіне барлай қарады да, біраздан соң қайта жалғастырды. Келер жылғы күземді сол құдықтың басында қырықсам ба деп едім. Пәтуа байласылды. Байсал бай қоштасып жүріп кетті. Көшелі сары ат күзгі сар барқын даладан еміс-еміс қылаңытып, тайпалта жорғалап барады. Еңсеп жаңа ғана өзімен қоштасып, көзді ашып жұмғанша анадай жерге ұзап кеткен Байсалдың соңынан қызыр көргендей қарап қалыпты. Бір уақытта есін жиып, атының басын ауылына қарай бұрды. Сол-ақ екен, алыстан біреу бұның атын атап, айқайлағандай болды. Көк желкесі мұздап қоя берді. Байсал жол жөнекей жаңағы уәдесінен айнып, қайтып келе жатқан жоқ па екен деп, артына бұрылып еді. Бай көкжиектегі қара дөңнің үстіне көтеріліпті. Біраздан соң тағы да бұрылып қарады. Байсал бұл жолы көкжиектен әрі асып тасаға түсіп кеткен екен. Байсалды шығарып салған соң еңсеп қатты толқыды. Қолқашылардың осы келмей кеткені кеткен шығар деп торығып қалған жүрегін енді көптен бері, әй, қайтадан құдық қазар болсам, бүйтер едім, деп жаңбаласына тісінен шығырмай көмейіне бұқтырып келген бір арманына жете алам ба, жоқ па деген тымырсық күдік тызылдата бастады. Пәлен күн бойы атынан түспеді. Байсал бай меңзеген жонды бұта қалдырмай түгел шарлады. Ол деңгейдегі жырау-жүрге қырқа қыран суат атаулыны тегіс сүзіп шықты. Үйінде де ешкімге жақ ашпайды, өзімен өзі. Кейде дастархан басында қолындағы шыны аяғын жерге қоя салып, оң тізесін таянып, сол отырып қалады да, біраздан соң ұйқысынан оянғандай суып қалған шайына қайтадан қол созады. Ұзақ толғанып жүріп ақыры осы араға тоқтады. Кеңескен рет жасап аталас бір-екі ақсақалдың алдынан өтті, бірақ ақылдасты деген атағы болмаса олардың еш сөзіне мән берген жоқ. Байсал еңсеп қазық қаққан жерге үй тіктірді. Қолға бұсқа 4 жігіт қосты. Еңсептің құдық қазуға кірісетін күні түні бойы кірпігі ілінбеді. Біраздан бері қолына күрек ұстамағандықтан ба, жүрегі қайтып қалыпты. Темір қазыққа телміріп ұзақ тұрды. Қанша қажыса да құдық басына қайтадан жетелеп алып келетін баяғы дуду қошамет қолпаштың үні өшкелі көп болды. Ол кездегі не болса да көріп алдым деп қойып кететін тәуекелдің арғымағы бүгінде арны қайтып, қанша қамшыласаң да басын кекшетіп, баспай тұрып алатын жауыр тұғырға айналыпты. Бірақ бұл жолы оны өзге көш жер астына желкелеп түсірмек. Қалпақ қазғанды барып көргелі бір бүйіріне шаншу боп қадалған. Кейбір ұйқысыз түндерде өкпесін сығып, ара-тұра ақылынан тандырып кете жаздап, талма аурудай жабысып алған сол бір беймәлім дерттің атын атауға әлі күнге аузы бармайды. Күніне әлденеше рет тіршіліктің талай-талай жым-жымын шарлап қайтатын қаңғыма ойы сол жанын жегі құрттай жеп жатқан дерттің түрін түстеп, атын атауға келгенде тайқып шыға келеді. Не де болса сол жегі мұның жігері тұралап қалған тұғыр болмақ түгілі орға құлап, мертіккен асқақ есек болса да, сауырына темірдей қадалып, шаптырмай қояр түрі жоқ. Міне, одан бері де 1 жылдың жүзі ауыпты. Мелшеген меңіреу жерді тыным таппай үңгіп келеді. 2-ақ рет жұмысы тоқтады. Екеуінде де атына мініп, тастақ жыраның құлау құйрығын бетке алып, қыр асып кетіп қалды да, 5-6 күннен соң қайтып оралды. Соңғы рет осыдан 2 күн бұрын барып қайтты. Қайда барды, неге барды? Ешкімге айтқан емес, шыңырау ойындағыдай боп шықса, той үстінде Байсал байдың өзіне айтпақ. Ондай еңсептің еңсесін ешкім түсіре алмайды. Содан кейін құдық қазбақ түгілі маңынан жүрмейді. Аз ғана дәулетін кішкіштеп шаруа күйтеп өмір сүреді. Ал енді ол ойлағанындай болмаған күннің өзінде бұл осы алақырдың үстіндегі ең терең шыңырау атанады. Ақ шың ернектен ұзаған сайын жылмиған үстірт аласарып, ойпаң тартпайды. Қайта анда-санда бір соғып отыратын бүкір жал, көлденең қыраңдардан асқан сайын, сонау ұлы құмдарға ұласқанша саты-сатылап бектей түседі. Бұл білетін терең құдықтардың бәрі бұл деңгейден төменде,
ернек жақта, ол араның суы бұдан әлде қайда тайыздан шығады. Ендеше, бұл шыңыраудың суы кемі 200 қадамнан бері белгі бере қоймас. Еңсеп бұл араға өткен жолы осындай іш есеппен қазық шанышқанды. Анда шығыр тартып жүрген қары атам 200 қадамнан қайтқанда қатты қуанғанды. Содан бері көңілі орнықты жүреді, кешелі бері су қиыршық көбейіп қайтадан қабағы түсіп кетті. Су қиыршықтың мұнша көбейіп кетуі, әрине, тегіннен тегін емес. Егер су бұл нысаналаған жерге жетпей, берден шықса, онда ол атын 2 рет босқа сабылтқан болды. Еңсеп ауық-ауық төңірегіне құлақ тігіп, тың-тыңдайды. Қолындағы сүйменнің сыз қабырғаға тиген сырп-сырп дыбысынан басқа дыбыс естілмейді. Дымқыл қиыршық көп күш салмайғақ өзінен өзі үгітіліп құлап жатыр. Емен күбі теп-тез толып қалады. Соған қарағанда судың көзі жақын тәрізді. Тіпті осы маңайдан тесіп шығуы да мүмкін. Қай жақ қабырға әлі қатты екен деп сипалап көріп еді, көк тас кезікпеді. Егер мұның ойлап жүргеніндей болғанда, ендігі шақылдаған көк тас ұшырасса керек еді. Айналасының оп-оңай ылжырап кеткеніне түсінбей отыр. Еңсеп сүйменді сыз қабырғаға сүйеп қойды да, ойланып қалды. Екі шықшыты дуылдап қышып қоя берді. Саз балшық қолымен қашыр-қашыр қасыды. Миына біреу құм құйып қойғандай басы зібзілдей, ойына ештеңе түспеді. Сүйменді қайта ұстады. Сыз қабырғаны дүк-дүк ұра бастады. Кенет тасқа тиіп, шық ете түсті. Еңсеп өтірік пе, шын ба дегендей, антарылып тұрып қалды. Сосын жаңағы сүйменіне қатты тиген жерді бойлап қаза түсті. Әлгі күрт-күрт дыбыс жоғалды. Сүйменнің тиген жері шақ-шұқтас. Сыз қабыр шақ таусылыпты. Аяғының асты су жиылып, шылпылдап қалыпты. Таң атқалы қазғаны үлкен көз емес екен, үлкен көз болғанда ендігі су атып кететін мезгіл болып еді. Ол үлкен арнадан қашып шыққан ұры ағындар босатып, тастаған қайырқабат сияқты. Нағыз арна алда болса керек. Ол мынау тақтық жаңғырып жатқан тас қабаттың астында. Соны ойса, ар жағы су. Анада алғашқы кетіп қалғанында інісі теңселдің үйін шеген тас кессін деп, қиялама ақшың ернекке апарып қондырып қайтқанды. Күні бойы көшіп қондымен жүріп, үй тіккен бойда талықсып ұйықтап кетіп еді. Түн ортасы ауа көзін ашса, құлағына бір суыл келгендей болды. Әрі-бері тыңдап жатты да, сыртқа шықты. Шілдедегі үйін тірескен көп жұлдыз жымың-жымың етеді. Қараңғы түнде пышақтың жүзіндей боп табанының астына кептіреліп жататын қапқара көкжиек, шың ернек. Оның астында теңіз. Жым-жырт түнде ода дыбыссыз. Тек сәлден кейін қармай алып, бойын шіміріктіре бастаған дымқыл ауа ғана жақын маңайда ұлаңасыр көп су жатқанын сездіргендей. Еңсеп салқын самалдан омырауын көлегейлеп, иығындағы шекпенін айқара қымтап, үйге қайта кірді. Жастығына басы тиісімен манағы суыл құлағына тағы да оралады. Еңсеп енді ұйықтай алмады. Бір ауық құс шыңдарда болатын үлкен-үлкен үңгірлерден күңірене шығатын желдің ызыңы дейін десе, күн тымық. Қиялы қырықсаққа жүгіріп басы қатты, бірақ ұйқысы шайдай ашылып, кірпігі ілінбей-ақ қойды. Тезірек таң атқанын асыға күтті. Таңертеңгі шайын іше сала, өрнекті бойлап қыдырып кетті. Сеңгір-сеңгір ақ құздар көк теңізден біресе шалқая қашып, біресе сұғына төнеді. Кей тұста аппақ бір шыңдар ақ айран дарияның ортасына белуардан еніп кеткен. Сондай бір ақ тұмсықтың үстіне шыға беріп еді, құлағы тағы да елең ете қалды. Түні бойы ұйқысын қашырған суыл сол төңіректің бір жерінен шығып жатқандай. Құздың ернегінен үңіле қарады. Теңіз бүгін де тыныш. Көк атлас көйлектің қатарма етегіндей біріне-бірі ілескен қабат-қабат бұйра толқындар ақ шының аяғына жығылғанда, ауық-ауық шылп-шылп сүйіп қояды. Қарын жарып жатқан ақ түтек айдын емес. Ендеше мынау ненің суылы? Желді күнгі теңіздің айбарлы өксігіне де ұқсаңқырамайды. Құлағын тоса түсті. Сарқыраған ағын судың дыбысы сияқты. Бірақ мынау ақ тағанақ ала қырда теңізге құятындай өзен атымен жоқ.
Бір-екі жердегі сордан бас алып сорға құятын ащы ағар жүлгелер теңізден 6 көш алыста құрып бітеді. Еңсеп өз құлағына өзі сенбей аңтаң. Теңізге өңмендей төнген ақ тұмсықтың қайтадан айдынды орағытып, кейін шегінетін ернегін бойлап жүріп кетті. Азу-азу ақ шыңдардың арасына кіріп кеткен үшкіл шағын шығанақты айнала бергенде қарсы беттегі құздың табанында қарауытып жатқан үңгірді көзі шалды. Көк теңіздің шылп-шылп толқыны қара үңгірдің ішіне кіріп шығып жүр. Әлгі сарыл сол үңгірден шығып жатқан төрізді. Сол маңайдағы ақшың ортан беліне дейін сарғыш тартыпты. Еңсеп солай қарай асыға аяңдайды. Үңгірдің өкпе тұсына жеткенде әлгі сарыл күшейе түсті. Ыңырана соғатын теңіз толқынының шылпылы емес, суыт ағынның сарылы. Қара үңгірден көк теңізге жер астынан ағын құяды екен. Кенет көңіліне осындай ой қашты. Еңсеп қара үңгірдің көк желкесінен оба үйді де, соны нысана қылып жолға шықты. Сөйтсе, сол ақ тұмсықтан осы өзі құдық қазып жатқан тастақ жыраға дейінгі екі орта оқтың тілім-тілім тастақ ұшырасып отыратын ойпаң жүлге екен. Қырдың үстіндегі шыңыраудың көбі сол деңгейді бойлап қазылыпты. Еш жерден төбешік не қыран соқпайды. Еңсеп сонда құдықтардың бәрі сонау тұңғиық тереңде теңізге құлап жатқан үлкен арнаға су құятын бергі, жер бетіне жақындау майда тарамдардың кіндігінен шыққан сулар деп болжағанды. Сонау ашы теңізге су құятын сарқырама арнаға жеткен еш қайсысы жоқ. Сол ойы иесіне қайта оралған Еңсеп табанының астынан шыққан тақтай тасты төкпектете ұрғыштады. Екі құлағы шыңылдап кетті. Құлақтағы шуыл, сүйменнің дүсірі таң атқалы жым-жырт қара үңгірдің ішін үнге толтырып жібергендей. Бір уақыт манадан бері сыз жерде тұрған темір сүймен алақанын қарыған соң, қолғабын киейін деп кідіріп еді, бір суыл шыққандай болды. Ол құлағын тігіп тұрып қалды. Шөл далада, қапелімде сайсалада ұшырасып қалатын азын-аулақ жиде ағаштың түбінде жатсаң тап осындай суыл еститінсің. Бұл не суыл? Әлде осы арада жер үстіндегі кеуектермен жалғасатын жарық бар ма екен? Қабырғаларды шырқ айналдыра сипап көріп еді, еш жерден қолы сүрінбеді. Қайта тыңдады. Суылдың ар жағында бірдеңе сылдырайтын сияқты. Тағы қазды. Тағы тоқтады. Тағы тыңдап көрді. Сол баяғы түсініксіз суыл. Еңсеп тақтай тасты ұрғылап жатып, ауық-ауық тоқтай қалып әлгі суылға құлағын тосады. Сылдыраған дыбыс күшейе түскендей. Кенет қуанып кетті. Мынау судың сылдыры. Еңсеп құлағын тосқан сайын күшейіп барады. Мынау кәдімгі күркіреп ағып жатқан сарқырама ағын ғой. Мешіген сыз қабырғалар да жер астынан шыққан беймәлім дыбысқа құлақ түргендей телміріп тұр. Зымыран қара үңгірдің іші сол бір сарқыраған дыбысқа тегіс жаңғырыққандай. Еңсеп тақтай тасты дүрс-дүрс түйгіштей жөнелді. Енді әлгі жер астындағы сарынды сүйменнің дүңк-дүңк түсірі де жеңе алмады. Еңсеп ештеңеге алаңдамады. Тақтай тасты төкпектете соққылады. Үскірік жер астында тұрғанына қарамастан, әуелі маңдайына, сосын омырауына шып-шыптер шықты. Тақтай тас сарт-сұрт сынып жатыр. Осылай қазыңқырай түссе, ұлы арнаға да жетеді. Жүрегім қуаныш кернеп, өне бойынан әл кетіп бара жатқандай. Темір сүймен қолынан шығып кетпей шаққа тұр. Шеңгелін сыға түсті. Кенет дәл қасынан дүрс-дүрс дыбыс естілді. Қараңғы үңгірдің ішінде бұдан басқа тағы біреу тақтай тасты тарс-тарс төмпештеп жатқандай. Бұл ауық-ауық тоқтап, тың-тыңдайды. Бұл тоқтағанмен әлгі дүрсіл тоқтамайды. Әлдекім мынау тақтай тасты бұдан бұрын оям, ұлы арнаға бұрын жетем деп жаныға қимылдағандай. Еңсеп сүйменіне қайта жабысты. Біраз шапқан соң тағы кідірді. Әлгі бір жұмбақ дүрсіл құлағын жарып барады. Тағы да бұл тоқтағанмен, ол тоқтаған жоқ. Еңсеп қайтадан екілене ұрғылады. Әбден өкпесі алқынып, жүрегі қысылғандай болған соң, бір ауық демалайын деп еді. Бұның көзіне көрінбей дәл қасында көк тасты дүңк-дүңк тоқпақтап жатқан өзге дүрсіл бұрынғыдан да күшейте түсті. Ол орнынан тағы тұрды. Темір сүймен тақтай тасты тағы да төбелей жөнелді. Еңсептің өне бойын қара тер жуды.
Көзіне құйылған ашы терді білегімен жасқауға да мұршасы болмай, үсті-үстіне ұра берді. Кенет Сүйменнен әлдекім шап беріп ұстай алды да, жібермей қалды. Еңсеп көзі қарауытып отыра кетті. Қара үңгірдің іші су қараңғы тас түнекке айналды. Оның көз алдынан қалпақтың көк орамалы желпіп өткен сияқты болды. Қалпақ мошқап күліп тұрғаны, я аяп тұрғаны белгісіз, бұның қарсы алдында тісі ақсиып, талтайып тұрып алды. Кенет бұған қарай қолын созды да, Сүйменіне жабысты. Еңсеп қолындағы Сүйменін алып кетеді екен деп, жандармен шірене тартып еді. Тастың жігіне түсіп, тесік ұстап қалған Сүймен жылмаң етіп суырылып шыға келді. Еңсеп есін енді жинады. Табанының астынан өкпек жел ескендей болды. Сарқыраған судың шуылы анық естілді. Еңсеп шуылға құлағын тосып біраз отырды. Оның құлағы судың сылдырынан бөгде бір дыбысты байқады. Таң атқалы бұның құлағынан кетпей қойған алқына соққан өз жүрегінің дүрсілі екен. Езуіне күлкі жүгірді. Енді ішіне жарты астау су сиятын тай терісінен жасалған үлкен қауға қиналмай сиятындай қып, мынау тақтай тасты ойылу керек. Талтайып тұрып тақтай тасты тағы ұрғылады. Біраз шапты. Тесіктің көлемін білгісі кеп, қолындағы Сүйменімен барлап көріп еді, әлі шағындау тәрізді. Қайтадан төмпештей жөнелді. Сүймені әр тиген сайын тақтай тас күрт-күрт омырылады. Біраздан бері жұртқа есесі кетіп, көңілін ыза жайлаған Еңсеп дегеніме жеттің бе дегенде екілене ұрғылайды. Тұңғиыққа тасыр-тұсыр домалап, біраздан соң барып шылп-шылп құлайтын тас түсіріне құлағы әбден үйреніп алған. Ештеңеден еті шімірікпейді. Жаңа ғана жан-жағынан сығып тұрған тас құрсауға да, қалтарыс-қалтарыстан қарақшыдай аңдып тұрған көлеңкеге де, құдықтың аузындағы саңлау жарықтың бірте-бірте өлеусіреп бара жатқанына да, сыртта топырақ шығарып тұрған жігіттердің үсті-үстіне арқанды жұлқылағандарына да, ештеңеге де елең еткен жоқ. Қайқайып тұрып тақтай тасты сарт-сарт сабалайды. Кенет Сүймені тасқа тимей, тесіктің өзіне түсіп, етпетінен құлап түсті. Маңдайы тасқа соғылып, басы зеңіп кетті. Біреудің аялы қолдары қос алақанын жайып, қағып алғандай. Басқа жеріне зақым тимеді. Қақы маңдайынан бастап жып-жылы жұмсақ алақан сипап өтіп еді, көмейіне қоймалжың бірдеңе құйылғандай болды. Мұны қағып алған бейтаныс адамның да омырауы терге малшынып қалыпты, жамбас тұсы жауырыны мұздап қоя берді. Біреу жүзіне телміре төнгендей. Қарауытып кеткен жанары, бұның бетіне мүсіркей үңіліп тұрған қалпақтың көк сұр жарғақ жүзін шолып қалғандай. Еңсеп зүбізілдей кірпіктерін әзер көтеріп, көзін ашып алып еді. Жан-жағынан ақ түтек боп сарқырап жатқан ағын су әлде қайда алдыда қайқайды. Жандармен бір бақыруға ғана мұршасы келді. Бірақ оны өзінен басқа ешкім естіген жоқ. Топырақ шығарып тұрған төрт жігіт қыл арқанды әрі жұлқыды, бері жұлқыды. Күн екіндіге таянғанда қайта тартып еді. Ішінде ештеңе жоқ, бос күбі шелектің өзі шықты. Төрт жігіт енді қара атанды шығырға жегіп, қыл арқанның ұшын тұзақтап шыңырауға салды. Шығыр арқан да бос қайтты. Есі шыққан жігіттер төртеуі төрт жақтан құдықтың аузына жата қалып, Еңсеп, Еңсеп деп айқайлайды. Төменнен ләң-мим дыбыс жоқ. Жігіттердің құлағына сонау жер түбінен еміс-еміс суыл естілді. Беттерін жер астынан бір түрлі суық леп жалап өткендей болды. Жалма-жан бастарын көтеріп алды. Содан бірнеше жыл бойы қанды құдықтың маңына ел жоламады. Біреулер құдықтың перісі бар екен, Еңсепті ұстап қалыпты десті, енді біреулер о жердің астында айдаһар бар екен, бірде құдықтың аузынан басын шығарып тұрғанын өз көзімізбен көрдік деп соқты. Арада әлденеше жыл өтті. Жер астынан шыққан айдаһар көрінбеді. Бірдекі жүрегіне жүн байлаған жігіттер барып, қауға салып еді, мөп-мөлдір тұжы су шықты. Ақсақалдар әрі ақылдасып, бері ақылдасып, молда апарып, кітап ашқызып, дұға оқытып, құдықты жын-періден аластады. Шегендеді. Әйкел орнатты. Тосырап жатқан өңір суға қарық болды да қалды. Жаңбырсы жылдары қанша шыңыраудағы су тартылғанмен, ол лықылдайды да жатады. Біреулер қауға түсіріп алса,
артынан сонау көк теңіздің жағасындағы ақ тұмсықтың астынан табылыпты. Енді жұрт бұл құдықтың суы сонау ұлы теңізге барып құяды екен десті.